мен қазір медитациялар туралы кітап оқып жатырмын. Куда бы ты ни шел, ты уже там деген. Және ол кітаптың авторы баланы тәрбиелеу, ол да медитацияның, практиканың бір түрі деп айтады. Ол айтады, елестетіңіз, сіздің балаңыз, ол деген Алланың сізге берген кішкентай осындай періште, Будда, мұғаліміңіз сіздің. Және сол мұғаліміңізден көп нәрсе үйрене аласыз. Ең біріншісі ол әрине шыдамдылық, шексіз шыдамдылық. Себебі баланы тәрбиелегенде қанша жағдай болады, қанша әртүрлі конфликт болады. Екіншіден махаббат, мейірімділік. Себебі тіпті кейде бізді бала ашуландырса да, біз оған махаббатпен жауап беруіміз тиіс. Ол біздің ата-ана ретінде жауапкершілігіміз. Және ең маңызды нәрсе ол әрине осы таза мейірімділік, махаббат баладан үйрене алатынымыз. Ал сіздің балаларыңыз бар ма? Және сіз балаңызды мұғаліміңіз, ұстазыңыз ретінде қабылдайсыз ба? Пікірге жазыңыз. Бір маңызды ой тілімнің ұшында бар еді, ол деген өзіңнің ашуыңды ұстай білу. Себебі неге бала сенің оқушың? Егер өз ашуыңды ұстай білмесең, сол балаға көп зақым тигізе аласың, жанына, баланың өзіңнің де. Себебі кейін ата-ана ретінде өзіңді кінәлайсың ғой. Бірақ оны ұстаз ретінде қабылдасаң және бұдан сабақ шығарсаң, өзіңді ұстай білсең, әрине осы тәжірибеден, баланы тәрбиелеуден өзің жеңімпаз болып шығасың.